Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Жансая. Бүгін біз қамырдағы шұжықтарды дайындайтын боламыз. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауды қосып қойыңыздар. Ең алдымен сүтке тұзды қосып, ертілген сары майымызды қосып, жақсылап бір араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін ұнның жарты бөлігін қосып, оны да араластырып алатын боламыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне жұмыртқаны қосып, тағы да бір жақсылап араластырып алатын боламыз. Жаңағы ұнымыздың қалған бөлігін қосып, қамыр илейтін боламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Иленген қамырымызды 5 минутқа бетін жауып қоя тұратын боламыз. Дайын болған қамырымызды 2 бөлікке бөліп, домалақ пішінге келтіріп алатын боламыз. Енді қамырымызды жаямыз. Қатты қалың да емес, қатты жұқа да емес, орташа қылып жаятын боламыз. Осылай бір келкі етіп жайып шығатын боламыз. Дайын болған қамырымызды осындай дөңгелек формамен барлығын кесіп алатын боламыз. Енді шұжықтарымызды 3 бөлікке бөлетін боламыз. Жаңағы дөңгелек етіп бөлген қамырымызға шұжығымызды салып, конфет тәрізді етіп бүктейтін боламыз. Барлығын осы ретпен орындап шығатын боламыз. Мінекей барлығы дайын болды. Енді оны қызып тұрған майда қызартып пісіріп алатын боламыз. Осындай етіп қызартып барлығын пісіретін боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады, жасап көріңіздер. Өте дәмді. Осылай майын сорғытып ыдысымызға алатын боламыз. Біздің қамырдағы шұжықтарымыз дайын болды. Сіздермен болған Жансая. Менің YouTube каналыма, Instagram парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта да түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.